Әдетте алманы денсаулық жемісі деп атайды. Оған бір себеп оның құрамында көптеген дәрумендер мен антиоксиданттардың болуы. Алайда көпшілік алманы соңына дейін, яғни түбі мен сүйектеріне дейін жеуге болмайтынын біле бермейді. Ағылшын тілінде мынадай мақал бар: күніне бір алма жеген адам дәрігердің алдына бармай. Алманы тұтыну көптеген аурулардың, оның ішінде обырдың да алдын алатыны анықталған. Басқа жеміс жидектермен салыстырғанда құрамында С дәрумені көп мөлшерде болмағанымен, алма антиоксиданттарға бай. Алманың өзегі ішектің жиырылуына себеп болып, жүректің жұмысын жақсартады әрі холестериннің мөлшерін азайтады. Кейбір диетологтар алманы тұтастай жеуге кеңес береді. Алайда ол дұрыс емес. Алманың сүйегінде өте қауіпті қоспа бадам қышқылы нитрилінің генсибиозиді немесе амигдалин бар. Сондай-ақ бұл шие, бадам, шабдалы және алхоры тектес өсімдіктердің басым бөлігінде бар. Амигдалиннің мөлшері әр жемісте әртүрлі болып келеді. Мәселен, бадам мен шабдалының құрамында шамамен 2-5-3% болса, өрікте 2%, ал алманың құрамында 1% болады. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апорт, сиверс, недзвецкий, қырғыз алмасы түрлері өседі. Алманың отаны орталық Азия сұрпына қарай, алма ағашының өмір сүру ұзақтығы да әртүрлі. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсе беруі мүмкін. Ал ең бастысы, алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың зиянды жағын білдіңіздер ме? Тым қарапайым сұрақ. Сіздердің бір ауыздан алманың пайдалы екендігін айтатындықтарыңызға сенімдіміз. Алайда диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екендігін естен шығармауға кеңес береді. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып түсі күңгірттенеді. Бір дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза бірге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды, сілемейлі қабықшалар қабынады, қызыл иек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілетті жақсы дамытады. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады, диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Алдыңыздағы тізімді көріп, ешқандай нашар қырын байқамағаныңызды айтарсыз. Асықпаңыз, диетологтар алманың құрамындағы жасұнықтың көп болуы колит, тоқшектің талаурап, қабынып ауруының пайда болуына келіп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмалына қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпегеніңіз абзал, мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген. Сондықтан шамадан тыс көп мөлшерде тұтынбаған дұрыс. Ұнаса лайк басып арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.